Сәлем менің қымбатты оқырмандарым. Сіздермен Айару. Бүгін біз әдемі карамельный пирог пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге бөлме температурасындағы май керек. Артынан 250 грамм ұн керек. Сол ұнның үстіне қопсытқыш қосамыз. Қопсытқышты мен көз мөлшермен саламын, где-то 4-5 грамм. Осылай әдемлеп май, қопсытқыш, ұнды қосып, араластырып аламыз. Содан кейін осылай бір жұмыртқамен 50 грамм қантты езіп алып, осы ұнды смесімізге қосамыз. Әдемлеп тұрып, жақсылап тұрып, әдемі песочный тесто илейміз. Осылай илей берген сайын тесто бір-біріне бірігіп, әдемі болып шығады. Қолға жабыспайтындай. Міне қазір көрсетем, қолыма жабыспайды. Таза қолыммен ұстап, бір қолыммен иледім. Бір қолым таза қалды. Міне, жабыспайды. Содан кейін енді оның қоспасын дайындаймыз. Бізге вареная сгущенка, сметана, 2 жұмыртқа керек болады. Вареная сгущенкамызды осындай блендерге салып аламыз. 2 жұмыртқамызды қосамыз. Артынан 50 грамм сметана қосамыз. Ол үлкен 2 қасық болады. Қосып, бәрін араластырып, айналдырып аламыз. Сол уақытта тестамызды өстіп дайын формамызға орналастырып, жайғастырып, келтіріп аламыз. Мен осындай бортиктарын жинағанда трубочка қылдырып орап аламын да. Өстіп, ыңғайлатып, жайғастырып шығамын. Біздің смесіміз қою емес, сұйық болады. Жаңа вареная сгущенка араластырамыз, міне осындай. Осыны 180 градус пешке 30 минутқа қоямыз. Сонда тестамыз да көтеріліп піседі, салмамыз да әдемі болады. Міне піскен түрі, ал сіздерге ас болсын.